Сәлеметсіздер ме бастауыш сынып оқушылары? Бүгін сіздермен қазақ тілі пәні 52-ші сабақ. Жаңа сұрақтарға жауап берейік. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз тиянақталған ойды білдіретін сөздер тобы. Екінші сұрақ. Оның қандай түрлерін білесіңдер? Сөйлемнің 3 түрі бар: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем. Келесі сұрақ. Сөйлемдердің соңына қандай тыныс белгілері қойылады? Сөйлемнің соңына нүкте және леп белгісі қойылады. Жақсы оқушылар, жаңа сабағымызды бастамай тұрып, әуелі мына ребусқа қарап алайық. Жауабы бастауыш шығады. Жаңа тақырыбымыз бастауыш деп аталады, балалар. Бастауыш дегеніміз қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөз. Сұрақтары кім, кімдер, не, нелер, кімнің, несі, нең. Мысалы, ауылдан әкесі келді. Бұл жерде бастауыш әкесі, яғни кімі деген сұраққа жауап берді. Олай болса, балалар, 5-ші жаттығуға қараймыз. Мен оқимын, мен тыңдай қойыңыздар. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздармен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Мәтін, балалар, киіз үй туралы. Астындағы сұрақтарға жауап береміз. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Оны қоныс етіп пайдаланған, яғни баспана қылған. Киіз үй, мысалы, қыстау, жайлау деп бөлінеді, балалар. Және ол көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне кереге, уық, шаңырақ және сықырлауық жатады. Кереге неден жасалады? Кереге талдан, қайыңнан жасалады. 6-шы жаттығуға қараймыз. Киіз үй тігілді, атам төрге жайғасты, балалар далада ойнады. Қарамен жазылған сөздер, балалар, бастауыштар. Яғни олар кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Балалар, болса, келесі 7-ші жаттығуға қараймыз. 7-ші жаттығу 100-ші бет. Мына суретке қараймыз. Сурет бойынша әңгіме құраймыз. Әңгіме құраған соң, балалар, соның ішінен бастауыш сөздер тауып, оның астына бір сызықпен сызамыз. Сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын, балалар. Сау болыңыздар.